Адам баласы қайда жүрсе де, қай биікке шықса да, оның жүрегінде бір қасиетті ұғым сақталады. Ол туған үйі, өскен ортасы, яғни ұшқан ұясы. Бауыржан Момышұлының ұшқан ұя повесі, жазушының балалық шағы, отбасылық тәрбиесі, ұлттық рухы туралы терең мағыналы шығарма. Бұл шығармада соғыс батыры емес, ең алдымен адам болып қалыптасқан Бауыржанның балалық әлемі суреттеледі. Повесте оқиға жазушының туған жері Жуалы өңіріндегі қазақ ауылында өтеді. Кең дала, қарапайым ауыл тіршілігі, табиғат пен етене өмір бәрі баланың мінезі мен болашағына әсер етеді. Автор үшін туған жер тек мекен емес, рухани негіз. Шығарманың басты кейіпкері кішкентай Бауыржан, ол зерек, ойлы, әр нәрсені жүрегімен қабылдайтын бала. Оның қалыптасуына ең үлкен әсер еткен адам әжесі. Әжесі повестегі ең маңызды тұлғалардың бірі. Ол Бауыржанға тек ертегі айтып қана қоймайды, өмірлік тәрбие береді. Әженің әр сөзі, даналық, әр әрекеті өнеге. Ол немересіне үлкенді сыйлауды, адал болуды, намысты жоғары қоюды үйретеді. Бауыржан әжесінің тәрбиесі арқылы қазақ халқының салт дәстүрін, ұлттық мінезін бойына сіңіреді. Бұл кітаптан емес, өмірдің өзінен алынған тәрбие. Повесте қазақ отбасындағы қарым-қатынаста ерекше көрсетіледі. Үлкенге құрмет, кішіге ізет, еңбекке баулу бәрі табиғи түрде бейнеленген. Бала отбасындағы әрбір әрекеттен өмірлік сабақ алады. Шығармада табиғаттың рөлі де айрықша. Кең дала, таза ауа, еркін өмір баланың батыл, төзімді, қайсар болып өсуіне ықпал етеді. Табиғат пен адам бір-бірімен тығыз байланысты ретінде суреттеледі. Бауыржан бала кезінен ақ көп ойланатын, әділдікке ұмтылатын, ішкі тәртіпті сезіне білетін тұлға болып өседі. Оның мінезінің қалыптасуына отбасы, тәрбие және қоршаған орта бірдей әсер етеді. Ұшқан ұя тек естелік емес. Бұл тәрбие туралы шығарма. Автор әр оқырманға сен қандай адам болатының сенің ұяңа байланысты деген ой тастайды. Повестің атауы да терең мағыналы. Ұшқан ұя, адам ұшып шыққан, бірақ өмір бойы сағынып өтетін қасиетті мекен. Адам сол ұядан алған тәрбиесімен өмір сүреді. Шығарма бізге маңызды бір шындықты түсіндіреді. Батырлық соғыста ғана емес, мінезде, тәрбиеде, адамгершілікте қалыптасады. Сондықтан ұшқан ұя тек өткен өмірдің көрінісі емес, бүгінгі жас ұрпаққа арналған тағылымды туынды. Әрқайсымыз өз ұямызды, отбасымызды, ұлттық құндылықтарымызды қадірлей білсек, болашағымыз да берік болмақ.